Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Біраз болды ютубқа видео салған жоқпын, себебі үйде дем алдым. Тағы да бір 10 күндей дем алам ба деп ойлаған едім. Оған бір дос баламыз өтініш жасады осы машинамен кіріп шығуға. 105-ші дафпен Қорғасқа, Қытайға қарай кетіп бара жатырмыз. Бұйырса Мәскеуге жүктейміз осы машинаға. Сөйтіп қайтадан Шелекке дейін әкеп береміз. Ары қарай өзімнің айдап жүрген машинаммен рейске шығамын. Сіздерге айтайын деген, мен негізі басында YouTube канал ашайын ба, ашпайын ба деп ойланып жүргем. Біраз уақыт бойы ойладым, мен бір просмотр ары кетсе бір 50, 70, 80, 100-150-ден аспайтын шығар деп. Кім көреді мені? Көрсе де менің достарым, ето бір 50-60 адам шығар көретін. Солар ғана ғой деп ойладым да. YouTube каналға видео салайын ба, салмайын ба деп ойлағым жүр. Бір күні Москвада жүрген кезде бір очки бар болатын. Китайский, Қытайдан алғам, видео түсіретін. Сонымен кішігірім видео түсірдім да, монтаж жасап, соны сала сал едім. Просмотр түфай, мен ойлағаннан 2 есе, 3 есе кәдімгідей просмотр көбейді. Қазір сол видеода 8.000-нан аса 9.000-ға таяу просмотр жиналыпты. Маған үлкен шабыт берді, кәдімгідей қуандым ананы көріп. Одан кейін тағы бір телефонмен видеолар түсірдім да, сөйтіп оны салып едім. Ол да просмотр 5.000-нан аса ма сондай просмотр жинап, 100-ден аса лайк жинаған бәрі. 200-ге жуық лайк жинаған. Содан мен ойландым, мен қолымнан келеді екен. Егерде осындай қаралым лайктар болса, уже елге, көрермендерге пайдалы видео болса, неге ары қарай түсірмеске деген оймен. Подписчикті де мен ойлаған жоқпын, бір 50 адамға жетер-жетпес подписчик бола ма деп едім. Қазір 380 подписчик. Бұның бәрі аз уақыттың ішінде. Бұл мен үшін өте үлкен қуаныш, кәдімгідей қуандым мен. Сіздер жаңағы көрген сайын мен түсірген бейне роликтарымда мен кәдімгідей қуанып, шабыт алады екен. Сонымен дальше видеолар түсіріп, ютубқа монтаж жасап, жақсылап, қазір енді үйреніп жатырмын түсіріп. Сонымен бұйырса осыны жалғастырайын деп тұрмын енді. Біраз уақыт бойы видеолар түсіріп, монтаж жасап, ақырын кәсіби түсіруге де үйреніп қалатын шығармыз бұйырса. Сол сіздермен бөлісетін ең бірінші жаңалығым сол болды. Қуаныш екен бұл, кәдімгідей. Мен ойлаған жоқпын. Ары кетсе бір 150-200-ге жетер-жетпес сондай боламын екен деп ойлап едім. Түфай, просмотрлар саны өте көп, өте жоғары. Лайктарда, комментарияларда кәдімгідей қуанады екенсің, жазып көріп, лайк басып жатса. Сонымен жолға керек жарағымызды алдық. Қытайға қарай кеттік. Сонымен бұйырса әлі талай қызық видеолар түсіріп, пайдалы видеоларда түсіріп салатын болам. Осы жыл енді YouTube канал кәдімгідей кірісейін деп тұрмын енді. Монтаж жасап, барынша кәсіби түсіруге дейін апарайын деп тұрмын енді. Ең басты сол сіздердің арқаларыңыздар. Сіздер көрген сайын лайк басып, комментария жазған сайын мен қуанып, кәдімгідей шабытым ашылып видео түсіруге. Сонымен енді бүгіннен бастап кірісіп, каждый детальді бәрін түсіретін болам. Бұйырса қазір таможняға жетеміз, таможняда видеолар түсіретін болам. Қандай құжат, қайда тапсыру керек, не істеу керек бәрін.
шелектен өттік. Кетіп барамыз. Алдында мен айдап жүрген машинадан дос баламен Қытайға кетіп еді ғой. Сол машинада мен паспортым, правам бәрі сол машинада кетіп қапты. Мен сол да қалдырғам негізінде, әдейі алған жоқ едім, тұра берсін деп. Бүйтіп Қытайға кетіп қаламын деп ойлаған жоқпын. Сол қазір Қытайдан шыққан, келе жатыр. Жолдан қарама-қарсы беттен қазір тоқтап, сол праваны, загран паспортымды соларны алып, әрі қарай жолды жалғастырамыз. Ол машина Қытайға кіріп, Шымкентке жүктеген болатын. Дос балам Шымкентке барады, ол машинамен моторын майын ауыстырады, жаңа майда шүйде ремонт жасау керек болған. Соларды ремонт жасайды. Біз оған дейін Қытайға кіріп шығамыз. Содан кейін машинамен ішкі рейсте Қазақстан ішінде жүретін боламыз. Қытайдың жаңа жылы Шаған мейрамы өткеннен кейін сол машинамен Қытайға кіріп, бұйырса Мәскеуге ма, қайттан Белоруссияға ма, сол жақтарға қарай жүктейтін боламыз. Алыс сапарға шығамыз бұйырса сол машинамен. Уже бізді күтіп тұр екен кармашкаға кіріп. Қазір құжаттарымызды аламыз. Иә, мен Кеңестік беремін ма? боқтамаймыз. Что там, воздух жинапсың ба? Воздух жиналып тұр. Паспортымызды алдық. Сонымен енді ала бердіп, дальше жолға қарай кеттік Қорғасқа. Жел арқылы энергия береді. Осындай лобстарды бізге көп орнатқан дұрыс ау. Желі аймақтар өте көп қой бізде. Сол жақтардан энергия шығарады. Бірақ біздің кейбір желдер апасын ұшырып кетуі мүмкін. Груженный вагонмен поездарды аударып жүретін желдер бар ғой бізде. Аларды ұшырып жүретін жоқ әшейін. Құдай сақтасын. Аударылған ба, құлаған ба. Жолда барынша абайлап жүрейік ме. Қалабасы жерге төңкеріліп жатыр ғой. Сақтасын. Сосын асықпай абайлап жүру керек. Тем более груженный жүрген кезде мүлдем асықпай жүру керек ше. Жол қателікті кешірмейді деген сияқты. Қатты жүргеннен гөрі сол асықпай ақырын жүріп аман есен жеткенге не жетсін. Оңай емес ол жерде қаншама өте үлкен суманың жүктері бар ол жерде. Көбісі водительдер, біреудің күн көріп отырған машинесі, біреудің табыс тауып жатқан жаңағы ішіндегі тауарлары. Соны енді бізге сеніп тапсырғаннан кейін водительдерге аман есен ақырын жүру керек, жеткізу керек аман есен. Мынау
прицеп жатыр анда өртеніп кеткен. Құдай сақтасын. Машинаның да тоқ жақтарын, озық жақтарын бәрін обслуживать етіп, уақытында қарап, дұрыстап айдағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Өзімізге бәле таппай. Бұл өте ешкімнің басына салмасын, өте ауыр жағдай. Ең біріншіден отбасымызға керек адамыз. Отбасын осымен асырап жүргеннен кейін біз аман есен бірінші өзімізді, өмірімізді аман алып қалуымыз керек. Екіншіден ешкімге зиян келтірмей дұрыстап жүру керек. Жылдамдықты асырмай, машинаны уақытында обслуживать етіп, колодкаларын ауыстырып, воздушный система, электроника дегендердің бәрін уақытында қаратып, жөндетіп, асықпай қауіпсіз шараларды қолданып, сол айдағанымыз дұрыс болар. Жолда жүргендердің жолдары болсын, аман есен отбасыларына оралуына тілектеспіз. Так, құры отырғанша тағы бір әңгіме айтайын сіздерге. Сіздер бөлісіп кетіңіздер, менікі дұрыс па, дұрыс емес па. Өздері так, құры отырғанша мен өз ойымды айтып кетейін. Сіздерде пікір қалдырыңыздар, дұрыс па, дұрыс емес па. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді тоже қалдырыңыздар. Одан кейін бір проблема бар бізде. Қандай дейсіздер ғой? Біз мынау водительдер, дальнобойщиктер әсіресе шетелге барамыз ғой. Мысалы Қытайға, Өзбекстанға, Ресейге, Қырғызстанға барамыз. Дұрыс фурай дейміз біз. Үсті басымыз кір-кір болып жүреді. Оны мойындау керек. Тент ашасың, жабасың, машина шұқылайсың. Үсті басымыз кір-кір болып жүреді. Бірақ запасқа таза киімдер алып жүрейік. Сақал мұртымызды қырып, шашымызды алып жүрейік. Көп водительдер бар ше, кір-кір май-май болып. Мысалы Қытайда көбін көрем. Бір жағынан ыңғайсызданам қытайлардан. Неге? Өйткені мысалы кір-кір болып жүрген олар ойлауы мүмкін ғой енді. Қазақстан азаматтар келді бізге жүктеуге. Міне түрлерін қара. Шаштары өсіп кеткен, сақал мұрты өсіп кеткен, үсті басы кір-кір деп. Кір киімімізді машинада қалдырамыз. Жұмыс істейтін кезде сол кір киімімізді, жұмыс киімімізді киеміз. Одан кейін тап-таза болып жүрейікші. Көшеде қақырмай, сімгірмей. Ей, шешең бір бәлесін бірдеңе істедім. Шешеңнің бірдеңесі, бірдеңенің басы. Көшеде айқайлап, боқтауды ондайды қойайық. Ұят екен кәдімгідей. Сырт көзден қарағанда жаман көрінеді. Қақырып, сімгіріп. Солай жүреді. Көбісі қарғосқа келсе сөйтіп лағып кетеді. Не үшін екен білмеймін. Ішеді, ішпесін демеймін. Мен оғанда ешқандай көз қарасым жоқ оған. Бірақ ішема түзу ішетін болсаңыздар да. Ішіп алып қуады одан. Боқтап, көшеге шығып, мазасын алып адамдардың. Ана сырт көзден жаман көрінеді. Қазақстан азаматтар қандай деп айтады ғой. Ішіп алады, қуады, үсті бастары андай деп, сасып жүреді деп. Біз енді Қазақстанның атынан кеп тұрғаннан кейін кішкене тәртіпті өзімізді көрсетейік те, тәртіпті болып, мәдениетті болып. Россияға барсақ та, басқа елге барсақ та, мен запас аяқ киім, жаңа таза киімдер алып аламын. Машинада жұмыс істеген кезде соны кием, жұмыс істеймін. Қалған кезде шешем. Баклажкада суларым бар. Беті қолымды жуамын. Сақал мұртымды аламын. Душ-буш сондай іздеп, жуынып, шайынып, қалған уақытта тап-таза жүруге тырысамын қолдан келгенше. Өйтіп жаңағыдай көшеде боқтап, қақырып, сімгіріп, ішіп алып, қуып, ондай жоқ. Мен ойымша шетелге шыққаннан кейін өйтіп Қазақстан атына кір келтірмейік деген
ойдамын. Менің ойым солай. Білмеймін енді менікі дұрыс па дұрыс емес па. Ертең айтады ғой мысалы, енді өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Олар ертең жаңағы біз Қазақстанды көрмегендер енді бізді көбі Димаш арқылы мықты біздің жұлдыздарымыз солар арқылы таниды ғой. Ой, қазақтар жақсы екен, мықты екен деп. Содан ана біздің водительдерді көргендер айтады, ой, қазақтардың сол 3-4-еуі ғана нормально, қалғандарын көріп жүр, қарғоста жүр, ішіп алып қуат. Осындай үсті бастары май өздеріне қарамайды деп сөйтіп айтуы мүмкін да. Сол үшін барынша мәдениетті тап-таза болып жүрейік. Мен тиктоктан видеоларын тапсам қыстырып салып қоятын боламын осындашы. Тиктоктан небір видеолар бар, жаңағы Қытайда жүргенші біздің шоферлар, водительдер қуып жүрген, ішіп алып тір жалаңаш болғанда енді. Ал ішінде киімі жоқ, сыртына куртка киіп алған, алды ашық, гамажбен көшеде періп жүр. Одан біреу мас қизалаңдап жолдың ортасында кетіп барады. Одан боқтап бірден кездеп қуып отырғандар көп. Ұят болады ондай жаман әдетіміз деймін ба, не деймін. Жаман жағымызды көрсетпейік, барынша жақсы жағынан көрсетейік өзімізді. Сол жақ өте ыңғайсыз ше, мен іштей соны көрсем бір ыңғайсызданып кетем. Өйтіп ұятқа қалдырмайық өзімізді. Барынша мәдениетті ұстайық, тәртіпті тап-таза болып жүрейік. Одан кейін кейбір кісілер бар, түсінбеймін. Бізде Қазақстанда андай, бізде Қазақстанда мындай келеді да, өзінің правасын качать еткісі келеді. Енді біз шетелде жүрміз ғой, әр елдің әр заңы бар. Әр ел, біз басқа ел азаматы болып бір елге жұмыс бабымен барғаннан кейін сол елдің заңына бағынуымыз керек, сыйластық білдіруіміз керек. Көп водительдер енді басқа елдің органдарымен ерегеседі да, у нас в Казахстане такой деп жаңағы атылып не істейді. Қытайда да талайын көріп жүрмін, бізде Қазақстанда ондай жоқ, бізде Қазақстанда мынандай, Қазақстанда андай. Ол Қазақстанда, бірақ Қытайда емес қой, сен басқа елдесің ғой. Сондықтан өйтіп өзіміздің санамыз деймін ба, білімімізді өйтіп түсірмейік. Барынша білімді адамдар болып жүрейік. Бізде Қазақстанда ондай емес қой деп ренжіп сөйтеді да. Сонда қытайлар айтады, сен Қазақстанда жүрген жоқсың, Қытайда жүрсің ғой. Қазақстанға барғанда айтасың өйтіп деп. Ол ұят болады, ол жаңағы білімсіздік көрсетеді. Әр елдің өзінің заңы бар. Қазақта да мақал бар ғой. Әр елдің иті басқа, иті қасқа, заңдары басқа ма еді, қандай еді, ұмытып та қалдым. Сондықтан шетелге шыққаннан кейін тәртіпті болып, мәдениетті болып, сол елдің заңына бағынайық, құрмет көрсетейік. Өзіміздің елімізге келгеннен кейін айтамыз ондай әңгімелерді. Сырт жерде бізді Қазақстанның азаматы, Қазақстанның дальнобойщиктары деген кезде олар жап-жақсы андай мәдениетті, нормаль адамдар, дұрыс деп сөйтіп айтатындай дәрежеге жеткізейікші. Ұят болады сырттан. Мен сондай нелерден көрсем қатты ыңғайсызданып кетемін. Сіздер қалай ойлайсыздар, менікі дұрыс па ойым, дұрыс емес па? Насанда бір прицеп өртенген ау. Обалай. Сабыр берсін Аллах тағала. Жағдай ол Ой сақтасын. Так, жолдастар, біз соңғы ақылы жолдың соңғы камерасына келдік. Яғни Сухой порт. Алдымызда Қазавтожолдың шлагбауны болады.
одан ары қарай кедендік аймақ. Қорғас шекарасына аз қалдық. Мына стоянка ма бірдеңке салып жатқан сияқты. Ақылы жолдың шлагбауына келдік. Осы жермен ақылы жол бітеді. Көлік бұзылып қалған екен. Шлагбаумдар ашпай тұр енді. Енді ашты. Алдын ала төленіп қойған, негізінде көреміз қазір. Ашу керек біздікін. Ашында. Жама жүктер шығып жатыр, Қытайдан. Сіздерге көріне ме екен? Қорғас қаласы, Қытайдың. Сол қалаға барамыз қазір, шекарадан өткеннен кейін. Қуанышымызға орай деймін ба, жолының болғанай деймін ба. Осы Қорғас нұр жолы таможняға қарай келе жатқан кезде всегда калик болып тұратын, осы жерлерден басталып тұратын. Бүгін почти жоқ қой калик. Жоқ, жақсы болды. Емін-еркін өтетін болдық. Мынаны дұрыс істеген бар ғой, таможняның алдына. Әдемілеп. Күшті істеп қойған. Бұрын жоқ еді мынандай стоянка таможняның алдында. Жолдың шетінде тұратын ек, пробка создавать етіп. Басқа машиналарға кедергі жасап. Весовой контрольдан өтіп, енді рентгенге келдік. Ар жақ толып тұрған сияқты, бітелі бәше. Весадан рентгеннен өтетін кезде сағатына 4 километр шақырым мен өту керек. Әйтпесе сбой болады. Так, ондай кезде мынаны аламыз да тасбақаға қоямыз. Сөйтеміз да газды 7-8-9 оборотқа дейін ұстап отырсақ, сол жеткілікті. Сол сағатына 4 шақырым болады. Мына жерде табло бар. Сол жерден жасыл жанып тұрса, ол значит таза өтті деген сөз. Қызыл, сары жанатын болса, онда дұрыс емес. Қазір ақ жанып тұр, енді дұрыс болды. Тура осы жылдамдықпен өтуіміз керек. Ақ жанып қалса жетпей қалды, сары жанып қалса тез. Уже қызыл жанып қалса, онда рентген болған жоқ. Сбой дейді, ол кезде қайтадан айданып келу керек болады. Проблемасы көп үшін. Мына рентген енді денсаулыққа шыны керек, зиян. Қаншама өтіп жүрміз енді. Өте денсаулыққа зиян нәрсе.
таблода да жазылып тұр 4 км в час деп, идеал спид деп. Так, мына жер десятка деп аталады. Анда бір здание бар. Қазір көрсетемін ыңғайы келсе. Сол жерден құжаттарымызды тапсырып, оформлениеден өтеміз. Одан кейін ар жақта паспортный контрольмен досмотр болады. Досмотрға барамыз. Көбісі осылай машинасын тастап кетеді. Бұлай тастап кеткен дұрыс емес. Жолды жауып, арнайы тұрақтар жасалынған міне. Аналар да дұрыс емес. Пофиг, тастап кете берген. Дұрыстап қойса, пробка создавать етпей, ешкімге кедергі жасамай, міне ал жақта орындар тұр, мысалы, бос. Болады осылай жүруге. Ешкімге кедергі жасамай, дұрыстап қойып қойса. Құжатын дайын, айдадың, кеттің. Ешқандай проблема жоқ. Білмеймін, біздікілер жанталасып әні қойған. Көрдің ба қойған қойсын? Жолды жауып тұрып қойып қойған. Дұрыс емес қой бұл. Бұлай қойсаң ештеңен кетпейді ғой. Солайын ренжиді бәрі. Анау болды, мынау болды. Жүрмейді деп. Конечно, бүйтіп жабық тұрса қалай өтеді? Мал десятка істеп тұрған қараңдар. Паспортный контрольмен досмотр. Бір-бірін жіберу, бір-бірден өту деген жоқ. Бәрін артына тақалып жібермейді. Әкесін соқып берген тамажасы болсамшы. Сыйластықпен бір-бірден жіберіп өту керек қой. Өзімізбен өзіміз кептеліс жасап әйтеуір. Кезекпен өтуге болады ғой. Жоқ, жібермеу керек. Тақалып, до конца. Досмотрдан өттік. Нейтралкадамыз. Қытайға қарай. Қытайдың досмотрына келіп қалдық. Досмотрдан өттік. Қытайдың рентгеніне келдік. Бұрын мынау ғана еді. Екіншісін салып қойыпты. Екеуінде осып қоймайма, тез өтетін еді машиналар. Мына жерде қазір оформление жасаймыз, паспорттан өтеміз, ана жерде тоже оформление болады. Сонымен ары қарай выездға шығамыз. Таможнядан өтіп алдық, сим-картамызды алдық. Бұрынғы номеріміз бар еді, действующий, ол анау машинада қалып кетті. Стоянкаға келдік, машинаны қоямыз. Сонымен тамаққа барып, тамақ ішіп, ұйықтап демалып, ертең уже скатқа кіреміз. Так, орын. Мынау біздің дос баланың машинасы. Так, осы жерге қоямыз енді. Шақсылап тұрып, машинаны сындырып. Оп. Все, болды, заттарымызды жинаймыз, кетеміз. Мына жерде тастар бар екен просто. Шейінде такси қаптап жүруші еді. Такси жоқ қой бүгін тек. Сумкамызды алып, гостиницамызға кетіп бара жатырмыз. Дос балалар күтіп отыр. Қашан тамақ ішеміз деп. Жаяу кетіп барамын енді. Такси шығып қаламаға деп.